тот басқан пышақ. Бір адамның өмір сүруге деген құлшынысы кеміп, бүкіл жолы жабылып, түңілердей болды. Өзін ешкімге керек емесін сезінгеннен өткен азап бар ма? Үйіндегі жылтыраған заттың бәрін сатып жіберген. Содан күнделікті нан суын тауып іше алмайтындай төменге түсіп, шың басынан шыңырау құзға құлдырап, төпте мас күйде бұлдырап жатқанда көзіне кереует астындағы ескі қобдиша түсті. «Ей, мынау менің бір кездегі қобдишам емес пе? Осының ішінде не бар екен? Сатуға тұратын бір зат табылса жақсы», деп жорғалап барып, кереует астынан қолын созып, шаң басып, 1000 қабат сүмелекпен баттасқан көне қобдишаны суырып алып, ішін ақтарып